Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана мен денсаулыққа каналы және бүгінгі тақырыбымыз жалпы асқазан ауру туралы. Асқазан ауырса, асқазан ауру жайлы біршама жалпы қателіктер туралы сөз қозғайтын боламыз. Қазіргі кезде асқазан ауырса, көп адам менде гастрит бар шығар деген өзіндік диагноз қойып алады. Бірақ шын мәнінде гастрит диагнозы ол бірден қойылатын ауру диагнозы емес. Яғни ол үшін біршама зерттеулерден, біршама тексерістерден өткен абзал болады. Асқазан аймағындағы ауырсынуға кемінде 5 түрлі себептің бар екенін сіз осы уақытқа дейін білдіңіз бе? Ондай болатын болса, білмейтін болсаңыз, бүгін мен сіздерге бұл туралы жалпы медициналық тұрғыдан түсіндіретін боламын. Асқазан неге ауырады және оны басқа аурулардан қалай ажыратуға болады және асқазан ауырса не істеу керек деген секілді сұрақтарға бүгін мен осы видеомда жауап беретін боламын. Гастрит деп отырғанымыз бұл асқазанның ішкі қабатының қабынуы деп аталады. Қабынуынан туындайтын ауру. Яғни гастриттің бірнеше түрлері бар. Оны біз өзіміздің протоколдарда, хаттамалардан өзіміз анықтап, диагнозды өзіміз қоямыз, дәрігерлер. Және де ол тек эндоскопия кезінде анықталады және белгілі бір анализдер тапсыру барысында анықталатын болады. Және эндоскопия кезінде асқазанның шырышты қабатында қабыну бар жоғы дәрігерлер анықтап, соны көретін болады. Біздің елімізде көп жағдайда құрсақ қуысы, жалпы іш ауырса, онда барлық көп адамдар өзіне гастрит деген диагнозды себептен себепсіз қойып жатады. Асқазан аймағындағы ауырсыну әрдайым асқазанның өзінен болмайды. Яғни асқазан аймағындағы ауырсыну мынадай 5 түрлі себептерден де дамуы мүмкін. Оның біріншісі өт жолының дискинезиясы. Яғни оң қабырға астында басталып, кейін құрсаққа қарай, яғни эпигастр аймағына қарай немесе кейде басқа аймақтарға қарай ауырсыну берілуі мүмкін. Яғни бұл кезде адамдар майлы, қуырылған тағамдардан кейін, ащы тағамдардан кейін осындай ауру сезімін байқайтын болады. Яғни бұл деп отырғанымыз сіздің өт жолыңызда белгілі бір мәселе бар деген сөз. Екінші, ұйқы без, яғни дәрігерлер панкреатит деп айтып жатады. Бұл ұйқы бездің қабынуы. Ауырсыну бұл кезде белдемелі болады, яғни бел аймағына қарай беріледі, немесе айналмалы түрде ауырсыну байқалады. Кейде адамдарда құсу, жүрек айну секілді симптомдар байқалуы мүмкін. Яғни осындай сәттерде адамдар шатастырмау керек, яғни гастритпен. Одан кейінгі рефлюкс, яғни рефлюкс деп отырғанымыз біздің асқазанымызда өңеш арқылы қышқылдың ауызға келуі. Яғни ауызда қышқылды, төс артындағы күйдіру сезімі секілді қосымша симптомдар пайда болуы мүмкін. Бөлек төртінші, хеликобактер пилори. Бұл кезде асқазан қабырғасына хеликобактер пилори инфекциясы енеді де белгілі бір қабынуды тудыратын болады. Бұл негізінен тыныс, нәжіс, жалпы қан, биопсия арқылы бұл инфекцияның бар жоғы анықталатын болады. Бірақ та бұл инфекция бар, жоқ болса да гастрит дамуы мүмкін, немесе бар болса дамымай қалуы да мүмкін. Сол себепті бұл да бір асқазан ауруының белгілі бір себебі болады. Бесіншісі, бұл деп отырған стресстік және неврогендік әсерлер болады. Яғни адам белгілі бір стресске түскен жағдайда, онда асқазан аймағында ауырсыну байқалуы мүмкін. Яғни нервус вагус деген бізде 10-шы жұп нерв бар. Солының әсерінен ауырсыну, белгілі бір гормондардың әсері, осындай нервтерді тітіркендіру арқылы белгілі бір медиаторларды бөліп, асқазан аймағында ауырсыну сезімін тудырады. Бізде асқазан ауырған кезде не істеуге болмайды деген сұраққа жауап беретін болсам, жалпы көп адамдар ауырған кезде, асқазан аймағы ауырған кезде сүт, сода, антацидтер ішіп жатады. Және де бірақ бұл әрдайым дұрыс емес болып табылады. Ендігі асқазан ауырған кезде жасалатын негізгі басты қателіктерге тоқталайын. Яғни күн сайын омепразол секілді дәрілерді өздігінен дәрігердің кеңесінсіз ішу. Яғни бұл дәрілердің өзіндік жанама әсері болады және
сол жанама әсерін тудырып, адамның жағдайын одан сайын нашарлатуы мүмкін. Келесі, ұзақ уақыт аш жүру, немесе тойып тамақ ішу, немесе өте жиі тамақтану. Бұл да асқазан аймағының ауырсынуын тудырады. Келесі себеп кофе, шай аш қарынға ішу. Бұларды аш қарынға ішу асқазан шышты қабатын тітіркендіреді және де сәйкесінше қабынудың ерте пайда болуына әкеледі. Стресстерді елемеу жүйке арқылы бізде асқазан қышқылы артады. Негізі бізде асқазан аймағы екінші ми деп аталады. Сол себептіден біздің жаңағыдай нервтік жүйеге әсер еткен заттардың барлығы асқазанға да тікелей әсер етеді десем болады. Ендігі, асқазан ауырса не істеу керек? Осыларға тоқталайын. Симптом 3 күннен артық созылатын болса, тезірек гастроэнтерологқа барған дұрыс. Гастроэнтеролог деп отырғанымыз асқазан ішек жолдарын емдейтін дәрігер. Яғни осы маманға көрініп, сіз өзіңіздің асқазаныңызда қандай мәселелер бар жоғын анықтап алсаңыз болады. Келесі, эндоскопия плюс хеликобактер пилори инфекциясына анализдер тапсырған дұрыс. Бұл арқылы сіздер нақты себебін, қай жерде не болып жатқанын анықтай аласыз. Тамақтану тәртібін дұрыстау керек. Таңғы ас міндетті түрде болған дұрыс. Майлы, ащы, қышқыл тағамдарды рационнан алып тастаңыз. Және кешкі ас ұйқыдан 3 сағат бұрын ішілу қажет. Ендігі, төртіншісі психоэмоционалдық гигиена, яғни тыныш ұйқы, демалыс, тыныс алу жаттығуларын жасау, дұрыс ерте ұйықтау, ерте тұру, осылардың барлығы бізде гигиенамызға жатады, соларды дұрыс сақтаған абзалырақ. Және соңғысы D витамині, темір жетіспеушілікті, анемия секілді жетіспеушіліктеріңіз болса, соларды да толықтырған дұрыс. Бұларды тікелей асқазан аймағының ауырсынуына, қабынуына тікелей әсер етеді. Ендігі, асқазан ауруы қандай жағдайда қауіпті белгі болуы мүмкін? Яғни осындай қауіпті белгілерге назар аударыңыздар. Өйткені бұл шұғыл көмек көрсету белгісі болып табылуы мүмкін. Асқазан аймағында ауырсынудан бұрын сізде қан аралас құсу, немесе жаңағыдай бояу шығаратын тағамдардан бөлек сізде өздігінде өзіңіз қара нәжіс шығаратын болсаңыз, онда дәрігерге көрінген дұрыс. Одан кейін кенеттен салмақтың азаюы, бірден 10 килограмм, 5 килограммдап, 15 килограммдап тастау, ол да қауіпті белгі болып табылады. Және асқазан ауырған кезде дене қызуының көтерілуі, түнгі ауырсынулар және де ұзақ уақыт тәбеттің жоғалуы, бұл басты қауіпті белгілерге жатады. Егер сізде осындай белгілер байқалатын болса, дереу жедел жәрдеммен ауруханаға барып тексерістерден өткеніңіз дұрыс. Қорытындылай кететін болсам, көріп отырғандарыңыздай асқазан ауырсынуының себебі тек гастрит емес. Яғни ең бастысы өз бетінше емделмей, нақты диагнозды бірінші дұрыс қойып алу керек. Себебі дене әрқашан бізге белгі береді, бірақ біз оны дұрыс түсінбей жатамыз. Сол себепті оны дұрыс түсіну мақсатында дәрігерге көрінгендеріңіз абзал. Ендігі, сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий қалдырыңыздар, арнама тіркеліңіздер, және де мен сіздерді осындай жалпы пайдалы видеоларымен қуанта беретін боламын. Сіздермен бірге болған Дана мен денсаулыққа каналы және Дана Асқарқызы, жалпы тәжірибелік дәрігер боламын. Келесі видеоларында жүздескенше сау болыңыздар.